сәлем, құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай, қайырлы таң. Күн деген бүгін Астанада күшті болып тұр. Кішкене салқын, сондықтан осылай орамал тартып алдым. Ауа райы тамаша болып тұр. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Аспан осындай керемет ашық болып тұр ғой, болды. Күн күшті болып тұр. Лейкопластырымның бүгін басқа түрін жабыстырып алдым. Ақшылдау болып тұр. Күн деген аспан керемет болып тұр ғой. Көңіл-күй тамаша. Бүгін аптаның екінші күні. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ойлаған армандарыңыз орындала берсін. Жерде күшті көгершін келеді. Түнімен жаңбыр сіркіреген. Жер, су. Ауа райы тамаша отыр. Осындай күнді жақсы көремін негізі. Кішкене бір жаңбыр жауып өткеннен кейін. Өте салқын емес, өте ыстық емес. Осындай қоңыржай болып тұрғанда. Осында витаминный салат жасадым. Алма, орек, свекла. Және де етім пісіп тұр. Қазір соны турап салып жіберем. Осының ортасындағы майына, ойба, майда осылай тап-тапта. Май тап-тапта. Осы майды бала кезімізде қасыққа күс деп тарылдатып жейтін едік. Мынау қандай сүйек екен, наны сүйектегі майы көп екен. Обычно жіліктің ішіндегі бүйтіп қасықпен шығарғанда аз шығатын еді, нанның ішінде көп екен. Тәп-тәпті нанмен істелген сорпа деген тәп-тәпті ғой енді. Бүйтіп нанға қойып, ап деп жеп алам. Біздің принцессамыз садикке баратыр, өзінше сумочкасын ұстап алып. Садикке баратыр. Осындай маған тойдан сарқыт деп осындай шоколад келді. Көп рахмет.